Алданазаров Сматулла Сманұлы. Қазақ ауыл шаруашылығы білім мен ғылымында орны толмас ауыр қаза орын алды. Белгілі ғалым, ұлағатты ұстаз, шынайы дос, асыл жар, немерелеріне қамқор ата болған зерделі азамат Нейла Базанов атындағы физиология, морфология және биохимия кафедрасының профессоры Алданазаров Сматулла Сманұлы 65 жасқа қараған шағында өмірден озды. Өмірінің 42 жылын университетте жүріп, ұстаздыққа арнаған өрелі ұстаз, тағылымды тұлға Сматулла Сманұлы мыңдаған шәкірт дайындап, білікті педагог, қабілетті зерттеуші ғалым ретінде ауыл шаруашылығы ғылымы мен білімінің дамуына үлкен үлес қосты. Терең білім мен ізденісінің нәтижесінде Сматулла Сманұлы жоғары оқу орындарының үздік оқытушысы грантының иегері, университеттің айрықша еңбегі үшін және еңбек ардагері медальдармен марапатталды. Волейболды жастайынан айнымас серігін айналдырған Сматулла Сманұлының бір ерекше қасиеті, ол білім мен ғылымды спортпен қатар ұштастыра білген азамат еді. Ол Қазақстан Республикасы ардагерлер волейбол командаларының жауапты хатшысы қызметін атқарып, өмірінің соңғы 20 жылдан астам уақытында ардагерлерден құралған волейбол жарыстарының ұйымдастырылуына ұйытқы болып келді. Жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін Олжас Сүлейменов, Дінмұхаммед Қонаев атындағы және басқа да көлемді турнирлердің жоғары деңгейде өтуіне сүбелі үлесін қосып, белсенді ат салысатын бірегей ұйымдастырушы ретінде Алданазаров Сматулла есімі волейбол қатысушылар мен көрермендерінің жүрегінен ерекше орын алары сөзсіз. Жылдағы дәстүрлі турнирге Олжас Омаровичтің жүлдесі үшін жолымыз сәл болыңқырамай жатыр, бірақ жарыстардың бәрі алда жүлделі орынға ие болады деген үмітіміз бар. Қазақ ұлттық аграрлы университетінің ұжымы және республикамыздың 14 аймағындағы ардагерлер командаларының мүшелері, сонымен қатар Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей ардагерлер құрама командаларының мүшелері, ардақты әріптесіміз Алданазаров Сматулла Сманұлының қайтыс болуына байланысты отбасы мен туыстарына қайғырып көңіл айтады.